Сәлем достар, сіздермен Зайхунбет әлемдік мировой финансовый кризиске, кризиске қош келдік. Етекте сұрпабетке лайктарыңыз Зайхунбетке. Қазір біз Google-да ашып қарасақ, мысалы қазір Google-дан біз былай жазсақ, кризис десек, қазір біздің алдымызда қазір жазайық. Біздің алдымызда көмесе шығатындарымыз міне 4 сағат бұрын, 8 сағат бұрын Эстония объявил в начале экономического кризиса дейді. Эстония деп шығып жатыр. Одан кейін видеолар уже қаптап жатыр кризис жайлы. Что ждет Россию дейді. Одан кейін кризис Википедия. Википедия по-любому бірінші. 9 март оказалось черным... 9 март оказалось черным днем дейді. Осы тема. Енді бізге қызықтыратын Қазақстанның историясы достар. Қазақстанда қазір не жаңалық Нацбанк не деп жатыр? Көрейік. Нацбанк не деп жатыр? Нацбанк РК. Нацбанктың айтуы бойынша қазір біз официальный интернет ресурс дейді бізге. Так, Нацбанк новости. Нацбанк новости. Так, Нацбанк новость. Нацбанк повысил базовую ставку до 12%. Так, бұл қашанғы видео бұл ескі. Да, странно, да, көрейік. Депозитный процент көбейткен сияқты. Көбінесе мен басқадан бардан былай салыстырып қарағанда кризис кезінде депозитный ставка көбейді деп естіп қалғам. Ол рас па шын ба білмеймін, бірақ сөйтіп естідім біреуден. Мыняқта қазір не жазылып тұр? Национальный банк повысил базовую ставку до 12%. Передает корреспондент Тенгриньюс дейді. Так, бұл қашанғы новость екен. Осы жақында шыққан ау деймін. Мыняқта қазір көрейік. Міне. Нацбанк готов на дополнительные меры дейді. Одан кейін так, как скажет повышение базовой ставки дейді. Одан кейін ипотека орда подорожала для казахстанцев. Кстати, дұрыс достар, кризиске дейін ипотека алған адамдарға повезло. Себебі қазір ипотекалардың ставкалары күшін көбейеді. Сол себепті қазіргі кезде ипотекаға жоламаңыздар. Бұл нақты бір правило. Одан кейін по поручениям главы государства 9 марта было сделано совместное обращение. Қимылдап жатыр, уже Нацбанкте зашевели жопы дейді. Так, одан кейін бізде, көбінесе пока что былай көп информация болып жатыр деп айту қиын, бірақ болашақта достар процентная ставка көбейеді. Егер процентная ставка депозитті көбейетін болса, онда сіздер ескі депозитті жауып, новый депозит ашқандарыңыз дұрыс. Сол секілді табыстарыңызды өсірсеңіздер болады. В принципе, достар, қазір енді YouTube-қа да кіріп қарасақ, қазір мен былай көрсетейін сіздерге. YouTube-та не болып жатыр? Енді былай айтқанда финансовый кризис көп жағдайда қарапайым адамдарға көп былай әсер етеді деп айту қиын. Себебі тамақ анау деген секілді темалар қымбаттауы мүмкін. Ал былай енді сіздер миллиондаған ақшаларыңыз рынокта жүріп ары бері болмаса, сіздерге особо қатты қауіп төнбейді. Сол себепті сіздерге особо қатты не емес. Мысалы, мыняқта обвал рубля, Россиядан обвал рублясы. Мысалы, мен қазір YouTube-та кризис деп жазайын. Так, YouTube қайда? Кризис. Так, кризис Казахстан дейік. Мне обязательно видеолар шығып жатыр екен. Почему текущий экономический кризис будет самым тяжелым для казахстанцев? Бұның бәрі видеостар енді видеолар ашпай қойын. Айтқанда қазір кризистің шамасы, кризистің кезеңі келіп жатыр. Сол себепті сіздерге айтарым, ақшаларыңызды оңды-солды шашпаңыздар. Кстати, достар, 2007 жылы болған кризистен кімдердің хабары бар? Сол кезде мен просто кішкентай болғанмын. Сол себепті ол кезде менің особо кризис жайлы бір хабар болмады. Егер сіздердің жастарыңыз үлкен болып 2007-2008 жылдары сол бір
жылдарда болған сіздер жұмысыңыздан айырылып немесе бір тамақтардың қымбаттауы бір сізге какой-то бір әсер еткен болса, онда комментарийға жазып отырайық достар. Қалай және қандай ситуация бойынша сіздерге әсер етті. Финансовый кризисте сізге айтар нұсқаларым, біріншіден, әрине ақшаларыңыздың 50%-ін долларда ұстаған дұрыс. Одан кейін теңге құлдырайды, 400 теңгеге дейін, былай айтқанда 420 может кетуі мүмкін. Одан кейін сіздерге айтар нұсқам, ақшаларыңызды оңды-солды жұмсамаңыздар, оңды-солды шашпаңыздар. Сол себеп достар, сіздерге айтарым, кризис возможность тек қана бұл жаман жағынан емес, жақшадан қарау керек. Кризис кезінде көптеген компаниялардың акциялары, көптеген қазірде криптовалюта, мен қазір криптовалютаға инвестиция жасап жатырмын. Қазір криптовалюталар бағалары төмен түсіп жатыр. Алдыда түседі деген ойдамын. Сол себепті артық ақшаларыңыз болып жатса, инвестиция жасағандарыңыз дұрыс. Сіздерге болған Құлымбет барлықтарына кризистен қорықпай табыс алып келсін деп тілеймін.